Trallallero trallallà. Bombardiro crocodilo. Bombombini gusini. Ballerina cappuccina. Trippi troppi. Troppa trippa. Liri lari. Итальян жануарлары бар нейромемдер әлеуметтік желілерді жаулап алды. Reels, Shorts, TikTok. Қай жерге кірсең де осыларды көресің. Бомбардиро крокодил, тралалело тралала, тун-тун сагур. Бұл тек кейбіреулері ғана. Бұлар брейнрот немесе брейро контент деп аталатын мемдер. Брейнрот сөзін тікелей аударсақ, мидың шіруі деген мағына береді. Бұл ешқандай мән мағынасыз, сапасыз, кейде тіпті ақылға қонымсыз контент түрі. Бірақ соған қарамастан, дәл осындай нейрошизалық дүниелер биылғы жылдың ең танымал трендіне айналды. Неге бұл нейромемдерді 3 жастағы баладан бастап барлығы жаттап алған? Олар қалай интернетті жаулап алды? Неге зумерлер арасында соншалықты танымал? Және бұл крокодилдар, қаздар, шошқалар қандай жасырын мағына береді? Ендеше достар, осы брейнрот контентін бірге талқылайық. Видеоның соңына дейін қарап, бұл ақпараттар сізге ұнаса, løпіл басып, достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Қазақ тілді контентке қолдау көрсетіп, арнаға тіркеліп алыңыз. Ендеше баршаңызға жақсы қаралым тілеймін. Адам қиялы кейде өте қорқынышты және ақылға сыймайтын дүниелерді ойлап таба алады. Ал нейрожелілер пайда болғалы бері ең шизалық идеяларды да визуалды түрде жасап шығару оңай болып кетті. Солайша итальян жануарлары мен мемдері пайда бола бастады. Бұл мемдер алғаш рет 2025 жылдың ақпан айында TikTokта пайда болды. Ең алғашқы кейіпкер Бомбардиро крокодил. Оны Армен есімді бір қолданушы өз парақшасына жүктеген. Ол не үшін салды, қандай мағынамен бөлісті, оны енді ешкім білмейді. Бірақ дәл осы видео күтпеген реакция туғызып, нағыз шизалық контент толқынының басталуына себеп болды. Содан кейін тралалело тралала, бомбардиро крокодил және тағы басқа да сансыз кейіпкерлер пайда болды. Бұл видеолар көбейген сайын олардың мағынасы азая түсті. Уақыт өте келе бомбардиро крокодилға бәсекелес те табылды. Көк кроссовки киген 3 аяқты акула, тралалело тралала. Бір қолданушы тралалоло тралала мен бомбардиро крокодил арасында нағыз шайқас жасалынған видеоролик жасап шығарды. Оны тіпті режиссура деп атады. Ал бұл ролик 20 миллионнан астам қаралым жинады. Шынымды айтсам, алғаш осындай нейромемдерге тап болғанда, бәлкім бұл қандай да бір мультфильмнің немесе ойынның кейіпкерлері шығар. Яғни мағынасы бар, ойланып жасалынған, белгілі бір тарихы бар. Өзімді трендтерден қалып қойғандай сезіндім. Ақпарат іздеп, ең сенімді жерге бардым, яғни пікірлерге. Ал пікірлер арасында ешкім онда не болып жатқанын білмейді. Не үшін, кім ойлап тапқанын да түсінбейді. Неге ұшақ крокодил түрінде? Неге атауы итальянша? Неге акуланың 3 аяғы бар? Неге ол кроссовки киген? Тралалола тралала деген сөздің жалпы мағынасы қандай? Осыншама бейнелерді жасау үшін адам неше түрлі нәрсе қабылдауы керек деп ойлайсың. Ақыл есі дұрыс адам бомбрита бандита деген нәрсені ойлап таба алады ма? Тунг сахур, трипетропи, бурбур, патопин. Жай ғана бір кездейсоқ дыбыстар жиынтығы сияқты. Шынымен ақылдан адасып кетуге болады. Егер бомбрита бандрита деген атау әйтеуір бір мағына беретін болса, онда тунг сахур деген сөздің жалпы мағынасы қандай? Ең қызығы, осы бейнелерді жасаған адам қалай жасады, қалай ойлады? Мысалы, кактус денелі тапочка киген піл шөлде адасып жүру керек деп па, әлде нейросет өзі кездейсоқ жасап шығарған ба? Осылайша кейіпкерлер көбейген сайын өзара қарым-қатынастар мен сюжеттер де күрделене бастады. Жасанды интеллект жасап берген видеоларда енді олар бір-бірімен сөйлеседі, тіпті кейде бір-бірімен соғысады. Зумерлер арасында сенің сүйікті кейіпкерің кім деген сауалнамалар да пайда болды. Кейбіреулері тіпті осы кейіпкерлерге арнап ойыншықтар жасап шығаруда. Бірақ барлық кейіпкерлер сырттай қаншалықты күлкілі сүйкімді көрінгенмен бәрі бірдей бейкүнә емес. Мысалы, бомбардиро крокодил туралы видеоның соңына дейін көрсең, оның бос уақытында немен айналысатыны жайлы мәліметтер шығады. Мен бұл нейроозвучканы арнайы сіздер үшін аударып шықтым. Онда былай делінген: бомбардиро крокодила Газаны және Палестинаны бомбылайды.
Аллаға сенбейтін, жарылысты сүйетін, ұшатын лағнет аллигатор. Осы сөздерден кейін біз бомбардира крокодилді қатаң айыптаймыз. Бірақ бұл қорқынышты кейіпкерлердің бастамасы ғана болып тұр. Ендігі келесісі тралалола тралала сөзін өздеріңіз Google-ға салып аударып көріңіздерші, қандай мағына береді екен. Бірақ осындай күмәнді, тіпті мазмұны қорқынышты, мағынасы жасырылғанына қарамастан, бұл мемдерге танымал болуға ешкім кедергі келтірмеді. Мысалы, бұл трендке ірі халықаралық компаниялар да қосылды. Ryanair авиакомпаниясы балерина Планейканы таныстырып тренд жасады. Сол сияқты KFC де одан сырт қалмады. Ал бұны қалай түсінуге болады? Бұл жасырын түрінде Израильге қолдау ма? Әлде адамдар мүлде ойланбайтын, оларға бәрібір болып кеткен бе? Мағынасы қандай екені ешкімге маңызды емес пе? Бастысы күлкілі. Міне дәл осы брейнрот контентінің мәні. Бұл сәл оғаштау естіледі, бірақ түсіндіріп көрейін. Біз бұрыннан осындай мемдердің түрлі формаларын көріп жүрміз. Сезімді шамадан тыс жүктеу, жарқын түстер, қатты дыбыстар, анимациялар, жылдам монтаж, барлығы контент, клип сияқты болып кеткен. Көбінесе мұндай мемдер нейросеттермен жасалады. Мысалы, сол итальян жануарлары. Жалпы принцип бір, яғни соншалықты ақмақ, соншалықты күлкілі болу керек. Брейнрот сөзі алғашында ағылшын тілді интернетте пайда болды. Ол әлеуметтік желілерде тым ұзақ отырып, ақыры миың мағынасыз ақпараттан еріп кеткендей болатын күйді сипаттайтын. Кейін бұл сөз бүтін бір жанрдың атауына айналды. Меніңше, зумерлердің миы басқа ритмде жұмыс істемейді. Бұл тез контенттің ұрпағы. Видеоны көрді, 1 секундта қызық болмаса ары қарай өтеді. Барлығы тез, жарқын, ақпараттар көп, бейнелер көп. Сондықтан ми мұндай көлемдегі ақпараттарға шыдамайды, шаршайды. Сол кезде оған жеңіл, қарапайым, мағынасыз нәрсе керек. Осы кезде нейрожануарлар көмекке келеді. Ал сол point бұл шындықпен күресудің бір жолы. Әлем қиын, қатыгез, түсініксіз көрінуі мүмкін. Ал егер бұл абсурдты күлкіге айналдырсаң, оны жеңіп шыққандай боласың. Әрине, бәрін қарапайым етіп айтуға болады. Бұл итальян сөздері мен бейнелердің үйлесімі жай ғана күлкілі көрінеді. Осы бір мағынасыздық пен үйлеспеушілік қазірде танымал трендке айналуда. Қазірде барлық әлеуметтік желілерде танымал болып кеткен бұл тренд пен нейромемдер туралы бүгінгі шығарылым да өз соңына жетті. Бұл нейромемдердің атаулары туралы, жалпы бұл тренд туралы қызықты ақпараттар болса, астына пікірге жаза кетіңіз. Бұл ақпараттар сізге ұнаса, лүпіл басып достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Қызықты деректерді жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп алыңыз. Келесі шығарылымда кездескенше сіздермен болған Асия.